Асқанұлы, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. 63 жас. Сізді ұжым атынан шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, ұзақ өмір, мол табыс тілейміз. Енді осы күнге тұспа тұс келіп тұрған біздің сұхбат кезекті шығарылымы бірнеше сауал қоюға рұқсат етіңіз. Сізді шәкірттеріңіз, әріптестеріңіз өте қатты құрметтейді. Ол не себепті, немесе қандай қасиеттеріңіз шын ықыласты етеді? Орын сұрақ. Қитағыста білуіміз, менің ойымша, қарапайымдықтан болар. Балалармен жұмыс істеген уақытта олардың жанын түсіне білуден болар. Әркім өзі сыйлағанын құл дейді ғой. Баланы сыйлай білсең, бала да сені сыйлай біледі. Түрін таба білу керек. Орынды талап қойып, әділ болсаң, бала сонда сені жақсы көреді. Әрине. Рахмет жауабыңызға. Келесі сауал. Егер мұғалім болмағанда кім болар еді? Мұғалім. Енді сізді біз білеміз, 40 жыл еңбек өтіліңіз бар, өте ардақты ұстазсыз. Енді мұғалім болмағанда ойланып көрдіңіз бе осы? Мұғалім болмағанда бәрібір де осы әдебиеттен айналысуға болатын шығар. Газетте боламын ба, әлде әйтеуір творчестволық жұмыста боламын. Шығармашылық тұлғаңыз өз маған гуманитария жақынырақ. Жақынырақ, бейімділігіңіз болмысыңызға сай екені белгілі. Бірақ мен мұғалімдіктен басқа өзім елестете алмаймын. Енді келесі сауал, қазір білім саласына қатысты айтып жүрміз ғой. Дәстүрлі оқыту деген бар, және жаңартылған оқыту. Оның байланысында, айырмашылығында көріп келе жатырсыз. Осы екеуінде өзгерместе қандай қағида бар? Дәстүрлі оқытумен айналысқан маман ретінде, жаңартылған оқыту бойынша жұмыс жасап жүрген маман ретінде айтарыңыз. Дәстүрлі оқытумен 40 жыл оқыттық қой біздер. Әбден бойымызға сіңіп кетті, үйрендік, сол бағытта жұмыс істедік. Маңдайымызды терін төктік, еңбегімізді балаларға бердік. Енді соңғы жылдары жаңартылған оқу келіп жатыр. Бұл да енді заманның талабы шығар. Заманның талабынан қалмауымыз керек қой, қалай болғанда да. Соған еруіміз керек, үйренуіміз керек. Өлгенше үйренумен өту керек, оқу керек, білім алу керек. Жаңартылған білімді де жоққа шығара алмаймын. Бүкіл дүние жүзінің педагогтардың қолданып жатқан тәсілі, сондықтан одан қашып құтыла алмаймыз, мойындауға тура келеді. Оның да бізге берері көп. Қазіргі заман ағымына, өзгермелі заман ағымына сай. Өте жақсы. Енді бүгінгі күні, туған күніңіз, бізде жас мамандар бар мектебімізде. Осындай еңбек өтілі бар, тәжірибе маман ретінде, шебер маман ретінде біздің ұстаздарымызға, жас мамандарымызға айтар кеңесіңіз. Айтар кеңес көп қой. Айта бергім келеді олар. Ең бірінші мәселе өзінің мамандығын жақсы білу керек. Әдебиет пе, әдебиетті жақсы біл. Тарихшысың ба, тарихты. Адам бастап аяға дейін өте жақсы біл. Өзіңнің білімің орта болатын болса, білімің шикі болатын болса, сен баланы мойындата алмайсың. Бұл бір. Екінші, ішкі тәртіп мектептің. Мұғалімнің сабаққа кешікпей келуі, шығармашылықпен жұмыс істеу, өзінің барлық жақсы жақтарынан көрсете білу, осыларды мен жастарға тіледім. Еңбекқорлық, дәл жүру, уақытты дәл сақтау, создың жүрмеу. Біз 18 ғасырдағы жаңағы тәртіп. 18 ғасырдағы қойдың соңында жүрген, шұлғауын шұбатып жүрген қазақтар емес бұл ғой енді. Мынау 21 ғасыр ғаламдасу ғасыры, сондықтан дәлдік керек деп ойлаймын. Тағы да айтатын сөздер көп. Осы бар әзірге. Сұхбат, қысқа форматтағы сұхбат, сондықтан сіздің бірақ осы уақытта айтқан тілегіңіз, бізге кеңесіңіз, бізге көп көмек. Көп рахмет сізге. Айтулы мерекеңіз, жекеменшік мерекеңіз құтты болсын. Ұзақ ғұмыр тілейміз. Жастан жасқа шыға беріңіз, мол табыс, отбасыңыз аман болсын. Алда келе жатқан мерейтойыңызды өте жақсы деңгейде. Рахмет. Той-той құласа. Ойласа берсін.